Жалпы скорыйда жұмыс істейтін қыздарды бұл ештеңемен таңғалдыра алмайды. Өйткені жұмыстың өзі өмірлік сабақтардың барлығын үйретіп қойған. Жалпы ондай сабақтарды том қаншама кітап оқысаң да алмайсың. Ол жерде адреналин, ол жерде эмоция, ол жерде қысым, ол жерде арпалыс қаншама. Шақыртуларға барасың, бір адам қаңсырап жатуы мүмкін, бір адам өлім халінде, бір адам комада жатуы мүмкін. Оның 40 жақындары келіп жан-жағынан қысады. Әрине, ондай қысымға екінің бірі шыдай алмайды ана жерде. Сол сәтте сен жарайды етсең, біттің. Скорыйда жұмыс істейтін қыздар ондай жағдайда мыңнан абыроймен өткен. Алғаш көмегін көрсетеді, ештеңені елемейді, уақытпен таласып, аман-есен ауруханаға жеткізіп үйренген. Кейбір науқастар ауыр жағдай 5-ші этажда болуы мүмкін. Көтеріп, түсіріп, аман-есен жеткізіп жатады. Бұл жерде қаншама физикалық жүктеме, физикалық күш нәзік жанды екеніне қарап тұрған жоқ. Өйткені 103 деген форманы кигеннен кейін біреуді құтқарам.